Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бірге Айнұр. Бүгін мен сіздермен құрамы өте қарапайым заттардан жасалатын, құрамына ешқандай ашытқы қосылмайтын, оңай әрі жылдам дайын болатын керемет булочканың рецептімен бөлісемін. Таза ыдысқа жұмыртқаларымызды және шым-шым тұзымызды қантты салып, венчикпен немесе қасықтың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Жұмыртқалы массамызды жақсылап араластырып болған соң, сүзбемізді қосып, тағы да бір келкі масса болғанша араластырамыз. Егер де сіздерде сүзбелеріңіз ірі болса, блендермен езіп қосқандарыңыз жөн. Енді осы массамыздың үстіне ванилинді және сұйық майды қосып араластырамыз. Ванилиннің орнына ванильный сахар қоссаңыздар да болады. Барлық сұйық массамызды араластырып болған соң, електен өткізілген ұнның үстіне қопсытқышты салып, алғашында венчикпен қозғап, кейін қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илетін боламыз. Өте жылдам дайын болатын бұл булочканы әсіресе таңғы асқа дайындасаңыздар да болады. Сүйікті менің оқырмандарым, арнама тіркелмеген болсаңыздар міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларымда алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Бізде осындай жұмсақ қамыр дайын болды. Ешқандай демалдырудың қажеті жоқ, бірден пайдалансаңыздар болады. Қамырды жақсылап илеп, ұзынша етіп, теңдей бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Барлық құрамын описание бөліміне жазып қойдым, сол жерден көрсеңіздер болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп созып, көз мөлшерімен 12 бөлікке бөліп алдым. Әр бөлікті домалақтап булочканың формасын жасаймыз. Барлық қамырды осылай булочканың формасын жасап аламыз. Ендігі кезекте булочкаларымыздың барлығын жасап болғаннан кейін пергамент төселген формамызға орналастырамыз. Бетіне жұмыртқа жағып, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 25 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Пісу уақыты өз пештеріңізге де байланысты, сондықтан қызарғанша пісіріп алатын боласыздар. Өте жұмсақ әрі жылдам дайын болатын керемет булочкаларды үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр, қош сау болыңыздар.